Сәлем достар, ораза айында ауызашар берудің сауабы қандай? Оның да өзіндік шарттары бар ма? Мені жоғалтамас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мамандарының айтуынша, ауызашар берудің сауабы өте мол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аузы берік жанды ауызашарға шақырып, тамақ берген кісі ораза ұстаған адамның алатындай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді деген. Рамазан айының келуімен қатар ауызашар беру де көбейе түседі. Жора жолдастарымызбен жақын туыстарымызды ауызашарға шақырған сияқты, біз де олардың қонағы боламыз. Осылайша адамдардың бір-біріне деген бауырмалдылық, жомарттық сезімдері арта түседі. Бірақ адамдарды ауызашарға шақырамын деп қатты шығындалмау да керек. Әрине, дастарханның сәнді әрі мол болғаны жақсау, бірақ сіздің әлеуметтік жағдайыңызды ойсырата түспеуі керек. Пайғамбарымыздың хадистерінде өңірлер болсақ, бір жұтым су, сүт немесе құрмамен де ауызашар беруге болатындығын меңзеген. Егер де сіздің жағдайыңыз мол дастархан жасауға келіп жатса, онда оған да рұқсат. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең аз мөлшерде ауызашар берсе де сауапқа кенелетінін айтқысы келген еді. Рамазанда ауызашар беріп сауапқа кенелумен қатар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде орындаған болып саналады. Ал ауызашарға келген адамның да дұға жасауы сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сағид ибн Муаздың үйінде ауызашарға барады. Сол жерде дастархан басында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дастарханымыздан ораза ұстағандар дәм татсын, астарыңызды ізгі кісілер жеп, періштелер сіздерге дұға етсін деп дұға жасаған еді. Әбу Шейх ибн Хиббанның риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам егерде кімде-кім Рамазан айында адал табысымен ауызашар берсе, періштелер Рамазан айының соңына дейін оған дұға жасайды деген. Сонда риуаят етуші: "Уа Расулалла, ауызашарға ештеңе таппаса не істейді?" деді. "Бір тілім нан берсін" деді. "Ол да болмаса ше, онда қара су берсін" деді. Олай болса, ауызашар берудің қатып қалған шарты жоқ екен. Шамаңызға қарай аузы берік жандармен бірге ауыз ашу және жоқ жетіктерге қарасып, кедейлерге қол ұшын беру мұстахаб. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.